Hello, dear student. How are you today? Open your book, page 74. Discover culture. There are several types of transport. Exercise number 1. Match the pictures from 1 to 6 with the words. Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін транспорт жайлы өтетін боламыз. Жаңа сөздерді міндетті түрде жаттап алыңдар. Бірінші тапсырмада аударып қойдым. Underground, метро, жер асты пойыз жолы. Underground, метро. Number 2. Bullet train, скоростной поезд. Number 4. Aeroplane, ұшақ. Number 1. Traffic jam, кептеліс. Number 6. Zebra crossing, ақ қара жолақ. Number 3. Tuk-tuk, rickshaw. Tuk-tuk, рикша. Number 5. Екінші тапсырмада осы бірінші тапсырманың сөздерін қолданып, қай мемлекетке қай транспорт тиесілі соны жазыңдар деді. Мумбай, Индия, tuk-tuk, rickshaw. Traffic jam, Tokyo, Japan. Bullet train, aeroplane, Beijing, China. Traffic jam, underground. Exercise number 6. 6-шы тапсырма, себебі менде 3 пен 4, 5-ші тапсырмада видео жоқ. Сол себепті мен 6 мен 7-ні жасадым. Бірінші мына сөйлемдермен қай мемлекеттер келеді деп жазылып тұр. Мысалы, you can find so many types of transport, there are some are very colorful дейді. Сен көптеген транспортты таба аласың дейді сол мемлекеттен. Олар еще әртүрлі түстес болады дейді. Мен ойлаймын, Қытайда машина өте көп, халық көп болғандықтан, онда әртүрлі түстегі машиналар көп болады деп. Сондықтан мен Beijing деп алдым. Бірінші сөйлемге. Екінші, a lot of people travel there for work by plane, but a lot of people walk too. Көптеген адамдар жұмысқа самолетпен барады, бірақ та сол секілді жаяуда барады дейді. Tokyo деп жаздым. There are a lot of cars, every day there is more traffic on the street. Машина өте көп, және онда көшелерде кептелістер де көп дейді. Бұған Мумбай деп жаздым. Индия. Exercise 7, 7-ші тапсырмада өзінің партнері, досымен жұмыс жаса дейді, оған сұрақ қой және жауап бер дейді. Which is your favorite form of transport? Why дейді. Сенің сүйікті транспортың, көлігің қандай дейді. Мен жаздым, my favorite form of transport is an aeroplane. Маған самолет, ұшақ ұнайды. Because it is one of the fast kind of transport. Тез жүретін транспорттардың біріне кіреді. A plane is very comfortable, clean and warm. Ұшақ өте ыңғайлы, таза және жылы іші. Екінші, which is the best for traveling around the city? Why? Қаланы айналып саяхаттап шығу үшін қандай транспорт өте жақсы сен үшін дейді. Мен айттым, the best for traveling is a car дедім. Машина жақсы қаланы айналып шығу үшін. Because you can stop where you need. Сен қайда тоқтағың келсе, сонда тоқтай аласың. Үшінші, which do you use most often? Сен қайсысын көбірек қолданасың? Use деп тұр екен ғой, жерін мен C деп көріп қалдым. Сен қайсысын көбірек қолданасың? Әрине, машинаны көбірек қолданамыз, деп ойлаймын. I use деп жазамыз, жер C емес, use деп қойыңдаршы. I use most often cars. Мен машинаны көбірек қолданамын. Different types of cars in my city. Машиналардың түрлері өте көп менің қаламда. C-дің орнына use деген етістікті жазып қойыңдар. Мен шатасып кетіппін, кешірім сұраймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк, комментарий жазып тіркеліп қойыңдар. Қош сау болыңдар.